Биыл Жетісу облысында қант қызылшасы алқабы 4000 гектарға ұлғайды. Шаруалары тәтті түбірді дер кезінде егіп жинау үшін 8 сервистік орталық құрылады. Ол мақсатқа жергілікті қазынадан 2,5 миллиард теңге бөлініп, дала еңбеккерлеріне қажет техникаларының алды жеткізіле бастады. Бүкіл дүние жүзіндегі мынандай техниканың үлкен выставка болды. Ескендір Жайлықұлов су жаңа тұқым сепкішін Германиядан алдыртқан. Ол қазір егіс науқанына ең қажет техниканы сынақтан өткізіп жатыр. Шаруа биыл 100 гектар жерге қант қызылшасын себеді. Өсіп шыққан өнімді де озық үлгідегі комбайнмен жинап алуды жоспарлап отыр. Комбайн келе жатыр. Осы СПК арқылы қазір енді бұл қант қызылшасының техникасына 50% жеңілдігі бар. 10 жылға беріліп отыр. Соның 2 жыл каникулы бар. Арасында өзінің квартальный төлейтін төлемдері бар. Комбайн келсе уақытымен аласың, уақытымен заводқа жеткізіп бересің. Бір жылдары болды. Қардың астында қатып та қалдық, үсіп те қалдық. Соның бәрін көре келіп, міне енді сол техниканы түгендеп жатқан жайымыз бар. Техника тұқымды белгіленген ара қашықтықпен бекітілген тереңдікке дәл түсірумен ерекшеленеді. Әрі себелеп өткен жауынның өзі өскінге жету үшін соңынан жіңішке із қалдырып отырады. Тұтас үрдіс компьютерлік монитор арқылы бақыланады. Артықшылығы бұл компьютер жеңіл, жол өзі сызып береді, өзі түзеп жүреді. Бұрын енді ондай техника болмағаннан кейін қолмен жүретіміз, руль ұстап. Кейде бір қисық кетіп қаламыз. Гектардың бәрін көрсетіп есептеп отырады. Жетісу облысында қант қызылшасының алқабын биыл 11500 гектарға жеткізу көзделген. Ол үшін шаруаларға тұқым мен тыңайтқыштар 50% субсидиямен беріліп отыр. Техникамен қамтамасыз етуге де жеңілдік қарастырылған. Жергілікті бюджеттен биыл 2,5 миллиард теңге бөлініп, 62 дана жаңа техника, заманауи техника алынды. Оның ішінде мына қант қызылшасын себуге арналған 28 жаңа сепкіш алайын деп жатырмыз. Жалпы бүгінгі күнге сол 28 сепкіштің 20-сы әкелінді, шаруаларға таратылды. Кейінгі 10 жылда Жетісу және Алматы облысында 60 сервистік дайындау орталығы құрылды. Мемлекеттік бағдарлама шаруаларға техникасын жаңартып, егістік алқабын ұлғайтуға мүмкіндік берді. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, 24 KZ, Жетісу облысынан.